Жастар әскерден неге қашады? Менің статистикам бүгінгі қарап шықтым, 31 мыңнан астам біз шақырдық. Ары қарай шамамен бір 8 мыңнан аса 8 сондай адам қалып отыр. Повестка. Еще маған былай мамам күліп алып келді да оны. Әскерде кейде жас сарбаздардың қайтыс болғаны туралы да естіп жатамыз. Неге бұлай болып жатыр? Бұндай ақпараттар неге желіде таралып жатыр? Айтыңызшы. Ал сізден мына әскерді алыңыздар, бір кішкене мемлекет ретінде көріңізші. Әскерде дидаршина деген нәрсе болды ма? Сен осы қалыппен сен түрмеге кетіп қалуың да мүмкін, ойлан деген сияқты. Бармаймын, повестка келді, енді не істеймін? Қылмыстық кодекстің 387 бабына сәйкес 1000 айлық есептік көрсеткіштерден айыппұл салуға көзделеді. Қашып жүріп ұсталып қалғандар да бар. Себебі алып келіп, олар жаңағы жиын пунктіне жеткізіп отырады, егер әскерге шақыру жасындағы азамат болса. Ол жаңағы қорқыныш қой. Жаңағы қорқыныш, адамдар слишком, жастар мүмкін слишком слабы болып қалған шығар.